Қайырлы күн достар баршаңызға. Бүгін сіздермен өте жеңіл және жылдам жасалынатын салаттың түрімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюыңызды сұранамын. Ал достар, ең алдымен бізге тауықтың төс еті немесе сан еті осындай жұмсақ піскен етіміз қажет болады. Оны кубиктап, осылай майдалап, ұсақтап турап аламыз. Енді қызанағымызда міне бөліп, арасындағы осы жұмсақ бөлігінен ажыратып аламыз. Сонда салатымыз құрғақ, әдемі болып шығады, суланып кетпейтін болады. Қызанағымызды міне төрт бұрыштап, кубиктап турап алатын боламыз. Міне осылай турап алдық. Енді қиярымызды дөңгелектеп, ортасынан бөліп, кубиктап турап алатын боламыз. Ортасынан бөліп, осылай кубик етіп турап алдық. Өте жылдам, өте жеңіл. Міне енді тауық етін, қызанағымыз және қиярымызды барлығын салып аламыз. Үлкен осындай ыдысымызға салып алатын боламыз. Және міне кукуруз, бір банка кукурузымызды қосып аламыз. Және кез келген сухариктің түрін пайдалануға болады. Менде үлкен сухариктер болған соң, оны 2 бөлікке бөліп алдым. Ең соңынан майонезімізді қосамыз. Майонез немесе қаймақпен алмастырсаңыз да болады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Өте жылдам, өте дәмді салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Кез келген қонағыңызға ұялмай ұсына беретін салаттардың бірі болып шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.